Қайырлы күн, қалайсыздар? Мен бүгін сіздерге шашпа күріш жасап пісіремін. Ең алдымен етімді турап алдым осылай. Міне қажет заттар. Картошкамды турап алдым, кубиктеп. Одан кейін міне дәмдеуіштерім тұр. Одан кейін сәбізімді турап алдым, жуамды турап алдым. Барлық заттарымды жуып, аршып, жуып, турап дайындап қойдым. Енді майым қызғаннан кейін осы етімді салып, қуыруға қойып қойдым. Етім қуырылып жатыр. Енді етім қуырылып болып қалды міне. Біраз уақыт өтті. Одан кейін үстіне туралған дайындап қойған пиязымды салдым. Енді осы пиязым қуырылып жатқан кезде мен бір кесе күрішімді суға әбден жуып, су мөлдір болғанса жуып осылай қойып қойдым, шамалы құрғап тұрады. Енді одан кейін сәбізімді қуырып жатырмын. Міне бір қасық томат салдым. Одан кейін қуырып, кішкене қуырып аласыздар. Өте томатын көп қоспаңыздар, қышқыл болып кетеді. Сол үшін мен бір қасық қана салдым. Және дәмдеуіштерімді қостым. Бұл дәмдеуіштердің ішінде қара бұрыш, кориандр бар, паприка бар. Және осы барлық тағамға арналған дәмдеуіш бар. Одан кейін картопымды салып осылай араластырып былғап. Шамалы қуырып алдым. Жаңағы томат астына түсіп жабысып кетпес үшін барлығын осылай араластырып алыңыздар. Араластырып қуырып жіберіңіздер. Үстіне тұзымды сеуіп, дәміне қарай себесіздер. Содан кейін міне суымды қойдым бір кесе. Және лавр жапырағын салып, біраз қайнағаннан кейін бетін ашып осылай лавр жапырағын салдым да араластырып, астына ақырын басып, жай отта бұқтырып пісірдім. Енді бұл піскенше мен міне қазаныма майымды қыздырып қойдым. Енді көп құймаңыздар. Бұған сұйық майды да құя берулеріңізге болады, болмаса сары майды да пайдалануларыңызға болады. Енді өзіңіздеріңіздің қалауларыңыз бойынша пайдаланыңыздар. Мен сұйық май қойдым. Негізі сары маймен істесеңіздер, дәмі де басқаша болады. Әркім қалауына қарай үйде не бар сонымен жасай бересіздер. Енді осы күрішіміз шашырап жақсы пісу үшін осы менің майым кішкене көбірек болып кетті. Майдың көп қажеті жоқ. Осылай қуырып аласыздар күрішті. Өте қатты қуырмаңыздар, өйткені күріш қатып кетеді. Бір 3-5 минутқа қуырып алыңыздар. Жақсылап былғап отырып. Қуырып алдым, үстіне шамалы тұзын салдым. Бойындағы суы құрғап міне. Бір тұтас боп күрішім қозғалмай жатыр. Осылай арасында былғап тұрыңыздар. Өйткені асты сарғайып кетуі мүмкін қуырылып. Енді осы бір кесе күрішке мен 2 кесе су құйдым. 2 кесе суды құйдым да, одан кейін қайнаған су құйдым. Одан кейін кішкене ғана қатты қайнатып алыңыздар. Бір қатты қайнатып, бұрқ еткізіп, қатты қайнатып алыңыздар да, астын басып, 10-15 минутқа басып қойып қойыңыздар. 10-15 минуттың ішінде пісіп шығады. Ол кезде қақпағын ашпайсыздар. Мінекей күрішім де дайын пісіп шықты. Енді осылай видеода көріп тұрғандай пиаланың ішіне екінші шағын кесені салып, осылай әдемілеп ұсынуға болады. Қазір көресіздер. Жалпы
дастарханға ұсынғанда әрі тәбетті ашып тұрады, әрі дастарханыңызда сәнді көрінеді. Осылай ұсынуға сіздерге кеңес беремін. Жалпы менің каналыма тіркеліп, бұрын тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, қолдау жасап кетіңіздер. Тек қана бұл күріштің пісіру жолы емес, көптеген тамақтардың рецепттері бар. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Мені каналыма тіркеліп қолдап кетіңіздер. Мінеки, енді бетіне тәрелкемізді, жайпақ тәрелкамызды төңкеремізді. Сүріп аламыз. Мінеки, дайын болды. Енді жаңағы кесемізді алып тастаймыз, шағын кесемізді. Міне қараңыздар, іші қуыс боп бір арнайы ыдыс құсап қалды. Енді осының бетіне жаңағы дайындап қойған подливамызды құямыз. Мінеки, дайын болып тұр. Енді осыны құямыз. Сіздер де жасап көріңіздер міндетті түрде. Өте дәмді, және күрішті жаңағыдай шашырап, шашпа күріш болып піседі. Күрішті дәмді, жасалу жолы өте оңай. Үйде бар заттармен жасадым, ешқандай қиыншылығы жоқ, қол жетімді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Міне бір тарелкамды салып қойдым осылай. Енді келесісіне осылай шағын кесеме салып алдым да, күрішімді жан-жағына осылай подливасын салып шықтым. Жалпы дастарханға ұсынған күнделікті істеген тамағыңыздың өзін әдемілеп берсеңіз, дастарханыңыздың сәні келіп тұрады. Және жегісі келіп адамның тәбетін ашып тұрады. Мінеки. Екінші. Енді үшіншісін күрішті. Міне, 3 түрлі қылып жасадым. Осылай ортасына қойып, жан-жағына қойып, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Жасап көріңіздер, ас болсын.